Шабуылға шығып келе жатыр. Мүмкіндік бар. Қақпашымен бірге бір шықты. Бір командасын құтқарып қалды. Әйтпесе осы бір жерде Алтайдың қорғанысын Әли Набидолла пайдаланып кетуі мүмкін еді. Дер кезінде қақпа маңына қарай пас болады. Бұл қақпа маңына пас болды рас. Командалардың маусымдағы жағдайы осындай. Қазір алыстан соққы қауіпті емес. Ойыншы ортаға ойысып келіп, енді бір пас беріп жіберсе оң жаққа. Жомарт. Биіктеу кетті. Қақпашының бойынан парашютпен асыра салысы келген секілді тура 9-дыққа қақпаға соққы жасайтын мүмкіндік. Доп тосқауылға тиді және ақ түсті жейдемен футболшы өте көп. Ортаға қарай допта. Мына Нұрсұлтан Жомарттың пас асырған сәті. Әли Набидолла баспен соққы. Мұнда тепті. Тағы бір мәрте соққы жасауға болады. Жақын бұрышқа соққы жасаған Әмір Төре үлгерді. Жауып тастады. Ортаға міне мүмкіндік бар және қақпаға соққы. Олдан нұсқа табылған жоқ. Өте жақсы пас және алыстан допты үйреткен гол! Гол Алтай 51-ші минутта алға шықты. Мәссаған! Қандай гол бұл? Әбілмансұр Манабаев. Бүгінгі кездесудегі алғашқы голды соққы жасамағаны белгілі. Ол пас асырды. Ол әріптестерінен допты әуелетіп бергісі келген. Бірақ қандай траекториямен ұшты бұл доп. Нұрбек Жұбановтың бойынан, бәрінің бойынан асып барып, соңғы сәтте төмендеді де бағанаға тиіп қақпаға еніп кетті. 1-0 Алтай осылайша алды. Аман келді, тебеді. Жақсы соқ. Руслан, створи, внимательно, Руслан. Алыс бұрышқа жақсы пас және гол! Жылдам жауап Аян Ғарипулла. 55-ші минутта Трау таразы басын теңестірді. Жылдам Пулла қанжығасын майлады. Өте керемет ұйымдастырылған стандарт болды бұл алыс бұрышқа қарай. Ұшқан доп бұл ретте Иван Леоненко да сәтсіз ойнады. Есеп тең. Есеп 1-1. Қақпа алыс бұрыш. Леоненко алға пас. Және артқа пас беру кезінде қателі. Жақсы пас. Сексен 6-шы минут басталып жатыр. Қақпаға соққа. Ал мұнда қауіпті айып соққысы, сары қағаз. Ал бұл дегеніміз қызыл. Бірақ қарсыласты тоқтата алмай ереже бұзуына тура келді. Сөйтіп ойындағы екінші сары қағазын еншілеп отыр.
Жолығат. Қазір Атырау шабуылда, ортаға пас! Мәссаған! Доп! Қайта көріңіздерші. Жомарт! Нұрсұлтан бүгін 2 ұжым 1 ұпайдан бөлісті. Сау болыңыздар.